Құрметті көрермендер, тыңдаушылар, армысыздар. Бүгінгі подкаст өте қызықты әрі пайдалы болады деп ойлаймын. Себебі бүгін біз қонақтарымызбен қазақ тілі туралы айтайын деп жатырмыз. Бүгін Қазақстанда қазақ тілін үйренгісі келетін адам көп. Ал қазір бізде қонақта екі өте сауатты, абыройлы, беделді, ақылды адам келіп отыр. Юрий Ли, заңгер, Стоп пирамида жобасының авторы, қоғам белсендісі, және де Владислав Тен, лингвистикалық зерттеуші, менің мұғалімім, дәрігер, әрі полиглот. Қазір таныстыра кетейік. Менің аты жөнім Николай Маевский. Мен психологпын, шахмат мұғалімімін. Бүгін біз жалпы қазақ тілі туралы айтамыз. Сол бірінші сұрағым қандай болады? Қазақ тілінде, қазақ үйренген кезде сөйлеп кету үшін не керек, не маңызды? Қалай ойлайсыздар? Жақсы қазақша сөйлесуге өте маңызды подкасттар, фильмдер есту керек, тыңдау керек. Сосын қарапайым ситуацияда, дүкенде, базарда, кинотеатрда сөйлесу керек. Солай адамдар қазақша үйренеді. Бірақ тағы грамматика өте маңызды. Себебі грамматика ол несущая конструкция сияқты. Солай деп ойлаймын. Жақсы. Ал Владислав, сіз қалай ойлайсыз? Қандай дағдыларды алдымен дамыту керек? Қандай қадамдар үйренгісі келетін адам? Менің ойымша ең маңыздысы естіп тыңдау керек. Естіп түсіну керек. Егер сен естісең, бірақ түсінбесең, саған өте қиын болады. Түсіну қиын болады, сөйлесу қиын болады адамдармен. Мысалы, кей адамдар айтады, ең алдымен сөйлеу керек. Қазақ тілінде сөйлеу керек. Бірақ сен жарайды, сен сөйлей аласың қазақ тілінде. Бірақ сенімен сөйлесіп тұрған адамды түсінбесең, қалай сен сөйлеуді жалғастырасың онымен, оны түсінбесең. Сондықтан ең маңыздысы естіп түсіну керек. Естіп түсіну үшін Юрий мырза айтқандай, көбірек қазақ тіліндегі кез келген түрлі ақпараттарды тыңдау керек, тыңдап жүру керек. Мысалы, бір адам келсе, бізді ортамызда жүгінсе, айтады, мен қазақ тілінде сөйлегім келеді. Сол кезден бастап мен оған ұсыныс берем. Сіз тыңдап жүруіңіз керек түрлі ақпараттарды қазақ тіліндегі. Сіз ютубқа кірсеңіз, ютубтағы кез келген ақпарат бар. Мысалы, сіз жазасыз ютубқа подкаст қазақша, подкаст по-казахски. Түрлі ақпараттар шыға береді. Шықса, көзіңізге не түссе, соны таңдап тыңдайсыз. Сол ақпараттармен жүресіз, тыңдайсыз. Сіздің есту қабілетіңіз ол дами береді. Ал мүмкін бастаушыларға сондай подкаст қиын болуы мүмкін? Иә, қиын болуы мүмкін, бірақ білесіз бе, мысалы сіз жүзуді білмейсіз, жүзе алмайсыз. Суға түсіңіз, жүзе алмайсыз, судан сіз қорқасыз, себебі жүзе алмайсыз. Сізге айтамын, жүзіңіз келе ме? Жүзе алмайсыз ғой. Жүзіңіз келе ме? Жүзіңіз келеді. Сондықтан суға түсу керек. Бірақ сіз маған айтасыз, мен суға түспеймін, суға түсуден қорқамын, себебі мен жүзе алмаймын. Қандай жолмен суда жүзуді үйренесіз? Үйрене алмайсыз. Теоретикалық түрде. Сол сияқты, мысалы, сіз машина, көлік жүргізе алмайсыз. Мысалы, бірақ жүргізуіңіз келеді. Мысалы, сізге айтам, машинаға отыру керек. Мініп отыру керек. Мен тағы айтқым келеді, кешіріңіз. Қазақ тілінде әртүрлі грамматический конструкция білу керек, себебі адамдармен айтқанда әртүрлі грамматический конструкция олар білу керек. Себебі бұл, мысалы, бұл оқулық өте маңызды.
және тыңдаумен грамматика оқу керек. Дұрыс айтасыз. Негізі Юрий айтқандай, сол сияқты мен айтқым келген еді. Негізі білесіз ғой, грамматика ең маңыздысы грамматиканы бастау керек, бірақ грамматикадан бастайсыз. Сол күні, дәл сол күні, бастаған күні, қазақ тілін үйренуді бастаған күні, сіз дәл сол күні тыңдай бастайсыз. Сіз түсінесіз бе, түсінбейсіз, тыңдай бастайсыз. Себебі, бірақ білесіз бе, адамдар айтады, мен қалай жүргізе алмаймын ғой, мен көлікке мініп отырсам қазір, жүргізе алмаймын ғой. Дәл сол күні бастауыңыз керек. Мен сізге де айттым ғой. Мен грамматика формуларын сіз алғансыз, сол күннен бастап сіз не бастадыңыз? Подкаст тыңдауды бастадыңыз. Ол адамда екі аяқ бар. Бір аяқ ол грамматика, ал басқа аяқ дұрыс. Практика. Сол сияқты, мысалы, машина жүргізу теориясы бар. Теориясын да білу керек. Бірақ сонымен қатар бірге сіз машинаға мініп жүргізу бастауыңыз керек. Сол сияқты. Мен психолог ретінде жұмыс істегенде нені байқадым. Кейбіреулер келеді, сосын мен 5-10 жыл бойы қазақ тілін үйреніп жүрмін дейді. Үйреніп жүрмін дейді. Бірақ мен сөйлей алмаймын дейді. Неге? Мен мұғаліммен жұмыс істеймін, кітаптар оқимын деп, бірақ деп айтады. Сондай адамдар қандай қателер жібере алады? Қалай басыз? Мен қалай ойлаймын, сондай адамдар, олар негізінде орыс тілді қазақтар. Орыс тілді қазақтарда тіл кедергісі дейді ғой, психологический барьер, тілдік барьер, тілдік кедергі. Бірақ, мысалы, өзге ұлттар үшін ол психологиялық барьер емес, ол білімсіздік. Оларға білім жетіспейді, қазақша аз біледі, сондықтан сөйлемейді, сөйлей алмайды. Ал орыс тілді қазақтар, олар қазақ бола тұра, сөйлеуден қорқады, сөйлеуден ұялады. Себебі олар ойлайды, мен қазақпын ғой, қазақ тілінде таза сөйлеуім керек. 100% таза сөйлеуім керек. Бірақ мен 100% таза акцентсіз сөйлей алмаймын ғой, сондықтан мен ұяла беремін, қорқа беремін. Сөйлеуді бастамайды. Ал біз тез арада сөйлеп кетеміз. Себебі біз қазақ емеспіз ғой, біз бір сөзді қазақ тілінде қатемен, акцентпен айтсақ та, қазақтар бізді қабылдайды деп білеміз. Позитивті реакциясы береді. Сондықтан оларға сіздің көмегіңіз керек. Себебі сіз психологсыз ғой. Маған айтқаныңыздай бұрын, бірнеше қазақ азаматтарына сіз көмек бердіңіз ғой. Психология көмек бердіңіз ғой. Сонымен қатар сабақ бердіңіз ғой. Оларды сіз сөйлеткізе алдыңыз ғой. Олар сөйлеп кетті. Айтыңыз ғой, Өте көп қазақша білмейтін адамдар қазақша сөйлесуге қорқады. Қазақша сөйлесу қорқады, себебі сын қорқады. Және бұл барьер, мен деп ойлаймын, психологический барьер бар. Кедергі, да? Және бұл барьер бұзылу керек. Сосын жол ашады. Мен айтып едім ғой, әсіресе орыс тілді қазақтар қорқады. Мысалы, Юрий мырзаның ешқандай қорқынышы болған жоқ, менің ойымша. Әлде қалай ойлайсыз? Менде бар. Бар? Бар. Сіз таза Себебі әртүрлі ситуация бар. Бір ситуация мен дүкенде, таксиде, бірақ профессиональный ситуация болса, ол басқа қазақша, қарапайым қазақша емес. Өте көп терминология бар, өте көп басқа оборот бар. Бірақ терминология болса, мысалы, уақытша, егер бір терминді білмесеңіз, оның орнына орыс тіліндегі терминді қолдануыңызға болады ғой. Болады. Бірақ менде барьер, реально менде барьер бар. Және маған тағы қазақша жаттығу керек. Және тек жаттығу
Айналысу жаттығу. Қазақшамен айналысу, қазақ тілі жаттығу. Сізбен жұмыс жасайтын адамдар, жұмыс істейтін, олар бәрі қазақ. Мысалы, сізбен, сіз көбірек олармен қазақша сөйлесуіңіз керек. Әріптестеріммен өте қиын қазақша сөйлесу, маған өте қазақша сөйлесу, және оларға менімен қазақша сөйлесу өте қиын, себебі уақыт алады, және сосын проблема болады. Түсіндім. Анық қазақша керек. Себебі біздің жұмыс ол нақты ақпарат керек. Және мен әріптестерім бірге қорқамыз қазақша күнде қазақша сөйлесу ол жақсы, маған ол жақсы, бірақ жұмысқа ол проблема. Түсіндім. Бірақ білесіз бе, мен бұрын сізге мынандай лайфхак беремін ғой. Мысалы, сіз ертең біз обсуждать етеміз. Мысалы, сол сияқты бастайсыз. Ол сіздің түп санаңызды өзгереді. Автоматически. Автоматты түрде, Бірақ мен офиста дамбырамен тартып, сізге мұғалім келеді, менде екі мұғалімім бар. Олармен мен қазақша сөйлесіп, және қазақша ән үйренемін. Керемет. Юрий айтқандай, өте менің практикамда сондай жағдайда бар. Тәжірибемде, мысалы мен қазір психолог ретінде мұғалімдерге арналған тренинг өткізіп жүремін. Сол ұстаз бақыты деген жобам бар ғой. Ол басқа қазақша, сол жағдайда басқа қазақша керек. Себебі мұғалімдерді оқыту үшін ол кәсіби қазақша керек. Өте нақты сөздер керек. Егер мен шала қазақша айтсам да, олар әрине түсінеді, бірақ біртүрлі көрінуі мүмкін. Сол қазір, сонымен біз лайфхактар туралы әңгімелесейік. Қандай лайфхактар бар қазақ тілін үйренуде? Сол сіз айтқандай ету, е? Ету деген етістік бар. Юрий менің шәкіртім болса, мысалы, Юрий, мысалы, тек бірақ етістікті біледі, делать деген мағынаны білдіретін етістікті. Мысалы, істеу деген етістікті біледі, жасау деген етістікті үйрене алады. Содан кейін ету, қылу деген. Не бәрі 4 түрлі етістік бар. Делать деген іс-әрекетті білдіретін сөз ретінде. Яғни, істеу, жасау, ету, қылу. Бірақ, білесіз бе, ең басында біздің шәкіртіміз тек істеу деген етістігі біледі. Мен істедім, істеп жатырмын. Бірақ содан кейін жасау. Ал қандайда бір жаңа етістікті қолданғысы келсе, мысалы, репетировать деген етістік. Сол кезде ойлайды, репетировать, қалай репетировать болады? Сол кезде айтамын, репетировать ету. Ал жарайды, ету деген етістікті білмейді, мысалы, Юрий. Онда репетировать істеу. Біз бүгін репетировать істейміз. Дұрыс емес. Мүмкін репетировать деген етістіктің орнына репетиция деген сөзді қолдануға болады. Репетиция жасаймыз, репетиция істейміз, репетиция етеміз. Сол сияқты. Бұл лайфхак. Нағыз лайфхак. Себебі адамдар неге сөйлемейді? Себебі кедергі қай кезде, қай уақытта жасалады кедергі? Пайда болады. Керек сөзді таба алмаған кезде. Таба алмай тұрған кезде кедергі. Сосын сөйлемей қалады. Ал сол кезде орнына орыс тіліндегі сөзді қолдану керек. Себебі біздің қоғамымыз екі тілді қоғам. Әрбір қазақ орыс тіліндегі сөздерді түсінеді. Мысалы, сіз алма деген сөзді білмесіңіз, оның орнына яблоко десеңіз да түсінесіз. Сіздерде яблоки бар ма? Түсінеді ғой. Алма деу керек. Деу керек еді. Дегенмен түсінеді, олар түсінеді. Мысалы, Юрий бұрыннан білген яблоко деген сөзде алма болатын.
Николай Ресейден келсе, ол білмеген. Тіпті алма дегенді да білмеген, да? Барса, айтады, маған яблоки керек. Түсінеді. Иә, иә. Осындай лайфхак. Иә, керемет. Мысалы, мен қорқынышпен жұмыс істеу үшін менде бір лайфхагым бар. Әр жерде, таксиде, дүкенде сіз айтқандай сөйлесу керек. Ол, мысалы, мен қызық оқиғам бар. Бір күні мен дүкенге барып, сатушымен сөйлесіп, президент деген май бар ма деп сұрадым. Президентская, Булаевская. Булаевская май бар ма? Ол кісі жоқ дейді. Президент алыңызшы, президент боласың дейді. И сосын позитивті көңіл-күйім көтеріліп, ол менің позитивті реакциям алып, ол керемет болды. Көп сондай оқиға болғандықтан мен өмірімде қазақша ол жеңіл түрде, ол көбірек пайда болады. Яғни біздің президентіміз тек президент сармайын жейтін шығар. Позитив ол өте күшті әсер етеді. Қазақша айтқанда, қазақша өрегенде позитивтік адамдармен сөйлесіп, сосын өзіңе жақсы, иә? Толық жүрегім толық болады. Сосын қазақша сөйлескім келеді, сөйлеске алам. Ары қарай. Қазақша шыға береді. Шабыт болады, иә? Шабыт, ынта, иә. Мысалы, Юрий, сіз менен сабақ алған кісі ретінде мен сізге қандай позитив түрде айттым ба, негатив түрде айттым ба? Сіз бұрын дәрігер болдыңыз, иә. Сіз дәрігер тақырып алғанда, ол маған өте қиын. Себебі ауыр, әртүрлі терминдер ауыр, дәрі маған өте позитивтік маған емес. Және мен Владиславқа, тақырып өзгерту керек. Мысалы, біз Юриймен жаңалықтарды оқимыз. Жаңалықтан бір жаңалық шығады, мысалы, бір адам ауырып қалды. Ауруханаға түсті. Юрий, Владислав, басқа тақырып. Басқа тақырыпқа көшейік. Осындай болды, иә. Бірақ өкінішке қарай, өте көп позитивтік емес ақпарат бар. Адамдар жүректен бұл позитив алып басқа адамдарға бүлдіру керек. Телевизор бермейді, позитив бермейді. Бүгін заманауи повестка, заманауи ақпарат, ол бізге, қазақстандық азаматтарға, ол өте күшті тексереді. Біз теледидардан, интернеттен ақпарат алып, сосын жаман эмоция білдіреміз. Бірақ біз сене алмаймыз, тек жүректен біз позитив, жүректе алып, сосын білдіру керек позитив. Солай позитив туғады. Туғады. Поражается. Бәрі біздің қолымызда, иә? Бәрі біздің қолымыздан келеді, иә? Иә. Кім жеңеді? Телевизор немесе біздің жүрек? Ақымақ адамдарға телевизор жеңеді, иә? Теледидарда ақылды адамдар үшін отырып. Жақсы. Ал менің басқа сұрағым бар. Қазақ тілін үйренгісі келетін адам қандай қате жібереді? Методика бойынша немесе қазақ тілін үйренуде. Мүмкін Юрий Мырзадан сұрау керек, себебі Юрий бұрын
Сіз қашан қазақ тілімен айналысасыз? Өте көп. Студент кезде, да? Студент кезінде, бірақ Қандай қателіктер жасағанмын деп ойлайсыз? мен ойлаймын, мен сияқты адамдарға, орысша білетін адамдарға, туғаннан орысша сөйлесетін адамдарға қазақша шет тілі ретінде оқу керек. Оқыту керек, үйрету керек. Себебі мен сияқты адамдарға қазақша, как иностранцам, шетелдіктерге оқу керек. Оқыту керек. Үйрету керек. Жақсы, менен бұрын сізге мұғалімдер қазақ тілін ана тілі ретінде үйретті ма? Сіздің артықшылығыңыз, сіз бұрын орысша сөйлеген адам болдыңыз, иә? Үйренуде сіз білесіз. Қандай қателер, қандай қиыншылық бар. Және сіз солар бәрі білесіз. Және тек орысша сөйлеген адам кім қазақша өрендеп алған, маған олар түсініктірек. Жақсы, түсіндім. Осындай жауап сізге жетті ма? Сіз басқа жағынан қарайтын болсақ, сіз оқытушысыз, сіз ұстазсыз, сіз күнде басқа адамдармен қазақ тілінде үйреніп жүрсіз. Қандай қателерді оларды жасайды? Білесіз бе, мен жалпы алғанда екі түрлі адамдармен жұмыс істеп жатырмын. Оқыту барысында. Бірінші түрі, олар Юрий сияқты адамдар. Тап-таза орыс тілді адамдар. Тек қана орыс тілді адамдар емес, ағылшын тілді адамдар да бар. Өзбек тілді адамдар да бар, кәріс тілді адамдар да бар. Басқа елден жүгінетін бізге. Мысалы, егер мен өзбек тілді адамға қазақ тілін үйретсем, қазақ тілін өзбек тілді адамға, оған грамматика көп түсіндірек те болады. Себебі олар қазақ тілі грамматикасының лекава дегендей, лекавасын түсінеді. Сонда мысалы өзбек тілді адамға талай орайды түсіндірмеуге де болады. Мысалы қазақтар айтады, барғым келеді. Өзбектер айтады, борғым келеді. Бірдей болады. Ал мысалы орыс тілді адамға, ағылшын тілді адамға тіпті басқа жолмен түсіндіру керек. Себебі орыс тілінде хотеть деген етістік бар. Ағылшын тілінде want деген. Логикасы басқа. Орыс тілді адам қалау, хотеть деген етістікті қолданғысы келеді. Он говорит, я хочу, ты хочешь, мы хотим. Ағылшындар, мысалы, I want, you want, she wants дегісі келеді. Содан кейін орыс тілді адам я хочу пойти дегісі келеді. Ағылшын тілді адам I want to go дегісі келеді. Ал қазақ тілінде болмайды осындай жол. Себебі қазақ тілінде менің барғым келеді деу керек екен. Сол сияқты орыс тілді адамға, Юрий мырза дегендей адамдарға сол сияқты түсіндіремін. Қазақ тілінде want, хотеть деген десі қолданылмайды. Оның орнына ғ деген қосымша суффикс жұрына қосылады, етістікке. Формулада бәрі жазылған. Сол сияқты. Түсінесіз ба? Орыс тілді қазақтармен сіз басқа жолмен жұмыс істейсіз, бірақ білесіз ба, орыс тілді қазақтар бар, да? Орыс тілді қазақтар оларды екі түрге бөлуге болады. Мүлдем білмейтін қазақтар бар. Қазақ тілін, Юрий сияқты. Мүлдем білмейді. Мысалы, Ресейден келген қазақтар. Немесе солтүстік өңірлерде туып өскен қазақтар. Олар білмейді қазақша. Нөл
абсолюттік ноль. Ал кей басқа қазақтар, оларда орыс тілді қазақтар, бірақ олар шала қазақтар. Шала қазақ тілінде сөйлейтін қазақтар. Яғни олар қазақ тілін түсінеді, қазақ тілінің грамматикасын біледі. Бірақ орыс тілді ортамен айналысып жүргендіктен көбінесе орысша сөйлейді. Сондықтан көп қазақ сөздері білмейді олар. Оның орнына орыс сөздер қолданады. Қалай болады? Мысалы, мен книга читать етемін, сол сияқты, кітап дегенді білемін. Мысалы, читай дегенді білемін, оқу деген мен кітап оқығым келеді дегенше, оның орнына книгу прочитать еткім келеді, мысалы, деп айтады. Оларға грамматика түсіндірмеуге де болады. Оларға тек қана сөздер керек. Сол үшін осындай қазақтармен мен мәтіндер оқимын. Мәтін оқып, олар, мысалы, жалғастыру деген естік. Жалғастыру не деген? Сөздіктен табамыз, іздеп табамыз. Продолжать деген екен. Және де айтады. Я хочу продолжить, жалғастырғым келеді, жалғастыра аламын. Түсінесіз ба? Түсінікті. Тағы бір қалай мәселе, бір проблема бар. Орыс тілі және қазақ тілі ол диаметрально противоположный. Иә. Менің ойымша сізге тіпті ағылшын тілі оңайырақ қазақ тілінен. Себебі ағылшын тіліндегі сөз қоры да, ағылшын тіліндегі сөйлемдер орыс тіліне жақынырақ. Қазақ тілін ол басқа тіл тобына жатады. Иә. Сондықтан сіз қалай ойлайсыз? Ағылшын тілі оңайырақ? Мен мектепте ағылшын тілі бастап, қазір мен сөйлескім келеді, сөйлесе алам. Сөйлей аласыз ба? Иә. Ал қазір қалай? Дәл қазір сізге қай тілде сөйлеу оңайырақ? Қазақ тілінде, ағылшын тілінде? Қазір ағылшын тілінде Азияда өте қиын емес. Себебі Азияда бәрі адамдар ағылшын тілі мен сияқты біледі. Қарапайым версия. Сол сияқты, иә. Түсіндім. Ал сіздер қай жерде, қай ортада қазақ тілінде сөйлесіздер? Ол просто өмірде. Юрий менше айтып еді, да? Сіз айтқансыз, жұмыса мысалы әріптестеріңізбен орысша, иә? Өте аз. Бытовой ситуация, қарапайым ситуация. Бірақ Далада, дүкенде. Мысалы, таксиге отырсаңыз? Өте қызық, әуежайда әрқашан маған қазақша адамдар маған қазақша айтады. Олар сізді қазақ деп ойлай ма? Білмеймін. Бірақ маған ағылшынша немесе қазақша Дакиялы киетін адам. Егер сіз Әрине қазақ сияқты көрінетін шығар. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Тіл үйренудің психологиясы туралы айтсақ, қандай мәселелер бар, нені байқадыңыздар? Мысалы, мен өзім нені байқадым? Мен психолог ретінде жұмыс істегенде, немесе мен қазақтармен сөйлескен кезде адамдар, менің мақсаттарым бар дейді, бірақ нақты қандай болатынын түсінбейді шығар. Ал егер мақсаттар болмаса, онда нәтиже болмайтын шығар. Николай мырза, сіз өзіңізден бастаңызшы. Сізде үлкен мотивация болған ғой. Сондықтан сіз өзіңіздің қазақ тілін үйрену жолыңызды бізге айтасыңызшы. Қандай болды? Қазақ тілін үйренуіме 3,5 жыл болды. Ол мен Қазақстанға көшіп келген. Бірден қазақ тілін үйрене бастадым.
өзім өре бастадым, бірақ келген күні. иә, ол ютубтан ақпарат алдым, әр жерден. Бірақ қиын болған екен. И маған мен қазақ тілін мұғалім тапсам болғаны жөн деп болады. Сол мен мұғаліммен оқи бастадым. Не айтқым келді, қалай айтсам болады. Менің мақсатым қандай болды? Мен психолог ретінде жұмыс істеймін. Шахмат мұғалім ретінде жұмыс істеймін. Сол себепті мен басқа адамдарды жақсы түсінгім келді. Ал егер мен қазақ тілін білмесе, онда адамның менталитеті ол қалай түсіне аламын деп сұрадым. Мен бірден қазақ тілін үйрене бастадым. Және де мен тәжірибем бар. Мен швед тілін білемін, француз тілін білемін, ағылшынша да білемін. Сол мен тәжірибем бар. Әрине ол басқа тобына жататын тілдері. Бірақ мен еңбекқор адаммын. Сол мен үшін ол мүлдем мәселе емес. Күн сайын ютубта отырып, телефонда, жаңалықтарда оқып жүрдім. Күн сайын жазба, немесе ұшақта отырып, инструкцияны оқып, немесе печенье пачканы алып, құрамын қандай болғанын түсінгім келді. Сол мен бәрі қызық болды. Күніне неше сағат қазақ тіліне? 3 сағат болды ма? 3,5 сағат болуы мүмкін. Себебі сабақтан кейін мен әрине жаздыра бердім. Ал сіз содан кейін, біраздан кейін сіз мен жайлы біліп алдыңыз ғой? Сіз ойладыңыз, маған бір күшті мұғалім керек деп ойлай бастадыңыз ғой? Содан кейін мені қалай тауып алдыңыз? Бір күні мен YouTube ашып, сіздің каналыңызды таптым. И сіздің деген сабақтарын оқып шықтым. Сосын, қандай керемет кісі деп болады. Өте таң қалдым. Өте қарапайым. Қай жерде тұрады? Ол маған керек деп болады. Себебі ол өте қарапайым, әрі пайдалы, нақты түсіндіретін түрде сабақ бердіңіз. Сосын біз хабарластық, сосын бірге өре бастадық. И менің прогрессім өте тез басталып кетті. Әсіресе жылдамдықпен, тез жылдам. Мен мотивациямда ол керек жоқ, себебі менде жүйе болды. Жүйе болса, ол өзі жұмыс істейді. Жүйе болмаса, онда мотивация қалай болатыны, ол қай жерде, ол неге мен қазір қазақ тілін үйренгім келмей тұрмын деп сұрақ болуы мүмкін. И онда бұл адамға нақты жүйе орнату керек. Мотивация болмаса да, күшті мотивация болмаса да. Мотивация ол өте қысқа топливо сияқты. Қазақ тілі ол ұзын жол ғой. Ол стратегиялық жол барысында оның мотивация керек жоқ, оны мақсат керек. Нақты маған не үшін қазақ тілін керек. Мақсат, мотивация бірдей ғой. Бірақ мотивация ол моментте, сәтте, дұрыс сәтте пайда болса да ол жүреді. Сіз дұрыс аллегория қолданыңыз. Себебі мотивация ол топливо сияқты да, жанармай сияқты болады, от сияқты болады. Себебі содан кейін жүре бастайсың. Мысалы сен машина сияқтысың. Сен бір жерде тұрсың, жүре алмайсың. Содан кейін мотивация сені жүргізе алады. Жүргізеді сені, сен жүре бастайсың.
кішкентай жылдамдықпен. Ал содан кейін тезірек жүре бастайсың, Иә. содан кейін қызығушылық пайда болады. Иә. Қызығушылық пайда болса, сені ештеңе тоқтата алмайды. Тіл үйренуде жүйе керек. Система. Жүйелік түрде түсіну керек тілді. Ал мотивация ол жанармай сияқты, топливо сияқты, да? Иә. Жүйе болса, ол эффективный болады. Тиімдірек. Тиімдірек, иә. Жүйе болмаса, отын, топливо, ол Ол бітеді, таусылады, Иә, заканчивается. неге? Себебі жүйе болмаса, қолынан келмейді. Иә, дұрыс айтасың. Менде екі себеп бар. Неге мен қазақша үйренемін. Бірінші, ол миым дамытады. Дамбыра тартып, ми дамытады. Қазақша үйреніп, ми дамытады. Және біз Қазақстанда турамыз, иә. Қазақстанда қанша 80% адамдар ол қазақтар. Қазақтармен қазақша сөйлесіп, Табиғи түрде. табиғи нәрсе. Дұрыс айтасыз. Тағы Альберт Бандура деген психолог бар. Ол Канадада тұрған психолог болды. И оның Бандураның оқу криваясы, кривая обучения деген бар. Адам қазақ тілін, ағылшын тілін әртүрлі оқи бастаса, ол бірінші прогресс өте тез бастайды. Бірақ сосын ол төмендей бастайды. И ол бұл жерде яма сияқты пайда болады. Шұңқыр. И кейбіреулер ол маған ұқсамайтын шығар деп ойлайды. И сол жерде алып тастайды. И дегенмен, егер бұл жерде адам жаңа челлендж немесе әрекеттерді жасаса, мысалы мен өзім Инстаграмда сторис салдым, немесе университетте студенттерге арналған лекция бердім, сондай әрекет адам жасаса, ол қосымша от қосып, ол прогресс пайда болады. Көтеріледі. И сосын уже келесі деңгейге біз көше аламыз. Сосын бұл потом тағы шұңқыр. Тағы қайталады. И сосын бұл процесс, егер біз бұл процесс түсінсек, бізге оңайырақ болады. Болды, ол шұңқыр жақсы болды. Бір, екі, үш. Орысша айтқанда 2 шага вперед, 1 назад. Я сол сияқты. И в любом случае прогресс. Ол мастерство пайда болу үшін шеберлік. Ол қате әрине керек. Қатесіз, міндетсіз адам ол маған көрсіңізші. Мінсіз, е? Мінсіз адам. Көрсіңізші. И қате арқылы біз оқимыз, и біздің прогрессіміз ол... Сондықтан мен Юрий Мырзаға да айтып едім ғой, сіз қатемен сөйлей беріңіз. Сіз де қатемен сөйлей беріңіз. Бірақ бұл жерде ұят болуы мүмкін, и ұят пайда болса, ол адамдар, олар қысылады, ойлады, ол жоқ, мен қазақшам ол жетпейді шығар, деймін. Дегенмен тіпті адам носитель болса да, ол өзі қате жасай алады, да? Жақсы, ең соңғысы қазақ тілін методика туралы әңгімелесейік. Қазір интернетте, ютубта үйренетін курс көп, мұғалімді көп. Бірақ тиімді, тиімсіз бе білмеймін. Сіздің методикаңыз, жүйеңіз ол ерекше ғой. Сіз кітабыңыз туралы қысқаша тоқталып өтсеңіз, және де сіздің методикаңыз мағынасы екенін түсіндіріп жіберіңіз. Мен кішкене өзімнің кітабым, өзімнің
әдістемем жайлы айтатын болсам, оны ерекше деп айта алмаймын, себебі мен қазақ тілінің грамматикасының авторы емеспін. Қазақ тілі менен бұрында болған нәрсе. Қазақ тілі грамматикасы деген. Бірақ мен қазақ тілі грамматикасының формуларын ерекше жолмен, алгоритмик жолмен мен бердім. Кітапта бәрі жазылып тұр. Сіз көре аласыз. Егер менің кітабымды бастан аяққа дейін оқыған болсаңыз, бәрін түсінесіз. Сізге жеңілірек болады. Сіз қазақ тілін жеңіл жолмен түсіне бастайсыз. Бірақ кей адамдар айтады, бұл тек қана таза грамматика. Грамматика. Бірақ бар ғой айсберг деген, да? Нөн дейді, да? Айсбергтің басы бар, да? Ол айсбергтің басы ғана. Астында фонетика бар, қазақ тілі фонетикасы, ауызекі тіліндегі фонетикасы бар, қазақ тілінде. Тағы да не бар? Сөздер бар әрине. Лексика, бәрі бар. Бірақ ең басында грамматика. Грамматика жүйе береді. Жүйелік түрде сіз түсіне бастайсыз тілді. Сондықтан одан бастау керек. Сол үшін егер сіз грамматиканы бастасаңыз, адамдар сөйлейтін сөздерді түсіне бастайсыз. Себебі, мысалы, адамдар айтады, мысалы, кейбіреулер айтады, я сейчас что-то делаю. Мен қазір істеп жатырмын. Мен қазір істеп отырмын, мен қазір істеп тұрмын, мен қазір істеп жүрмін деу мүмкін адамдар. Бірақ егер сіз жатыр, отыр, тұр, жүр деген құбылыс түсінбейсіңіз, сондай сөйлемдерді түсіне алмайсыз. Түсінесіз ба? Сондықтан, мысалы, жату, отыру, тұру, жүру деген етістер, олардың мағыналары, көмекші етістік ретіндегі мағыналары түсіндірілген бәрі кітапта. Ал кей адамдар айтады, қазақтар өте тез сөйлейді, мысалы. Не істеватсың. Да, не істеватсың, не сендеватсың, мысалы, олар басқа томдарда болады. Екінші томда шығады, үшінші томда шығады. Мысалы, сіз айтқансыз, төлеусіз, төлсіз, жайлы, прямая косвенная речь. Туралы сіз сұрадыңыз ғой. Олар екінші томда болады, мысалы. Деп айту деген құбылыстар, лингвистикалық құбылыстар, олар бәрі беріледі екінші томда, мысалы. Мысалы, үшінші томда ауызекі фонетика беріледі. Сол томда, мысалы, адамдар айтады, келемін деп жазылған мен, келем деп айтады да. Келеді деп жазылса да, келеді деп айтылады. Мысалы, келмейді, келмейді. Оның бәрін түсіндіру керек. Оның бәрін сіз түсінесіз, білесіз, сондықтан тыңдағанда түсінесіз. Тыңдағанда тек қана сіз ғана емес, миыңыз да түсінеді. Миыңыз түсінсе, ол дамиды. Ол дамыса, қандай да бір тілде сөйлеу дағдыңызда дамиды. Дамып кетеді. Миымда распознавать ететін устройство пайда болса, онда ол устройство дегенне ол грамматика ғой. Грамматический конструкцияда құрылғы деген, ол мен басқа адамдардың тілдерін түсіне аламын. Енді мен сіз жайлы, Юрий мырза жайлы мен айта аламын ғой. Менің методикамның продукттері боласыздар. Мысалы. Мысалы, Юрий айта аласыз ғой, менен бұрын сіз қазақ тілімен қанша 10-20 жыл бойы сіз айналысқансыз. Бірақ ондай керемет нәтиже болмаған. Ол менің қазақша студент уақытында ол плоский болды. Сізбен қазақша үйрену бастап, ол в объеме, объемный шықты. Неге? Себебі сіздің методикаңыз ол грамматика
қарапайым түсінікті. иә, ол өте маңызды, себебі грамматика болмаса, жүйе болмаса, ол плоский болады. Дүкенде сөйлесу үшін, такси сөйлесу үшін ол жетеді. Иә, бірақ жоғары конструкция болады, тақырып өзгертсең, ол жұмыс істемейді. Мен деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, керемет. Өте қызық әңгіме болды, деп ойлаймын. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Подписка қойыңыздар, таратыңыздар. Бірге қазақша үйренейік. Қазақ осы. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйе туған қазақ осы қарандар. Қазақ осы күш шығарып ән салып, көкпар тартып күз суға жарылған. Қарасын ба, ақсын ба, қоңырсын ба, жатыр қалды білмейтін. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қона келсе шабылып бір қалады. Байқада тұрсағында ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Байқада тұрсағында ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады.